Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. Алдымен каналға тіркеліп қоямыз. Бүгінгі сабақ өте қызық болады деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып 111-ші сабақ Байқоңырым мақтанышым. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сын есім. Яғни сын есім дегеніміз заттың сынын, түсін, түр түсін білдіретін сөзді сын есім дейміз. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы, ғарыш айлағы ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылады. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға Космос, Протон, Зояд, Прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдарын метеорология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, сол бойынша мазмұнын айт. Бұнда ғарыш аймағы, яғни ғарыш айлағы жайында айтылған. Бұл ғарыш аймағы Байқоңырда, Қызылорда облысында орналасқан. Онда Восток, Восход деген және Союз, Прогресс деген әртүрлі ғарыш кемелері, орбиталары ұшырылған. Бұнда мәтіннің негізгі тұсы ол ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Яғни мәтіннің негізгі тұсы осы. 34-ші жаттығу. Алдымен мәтінді толық оқы, содан соң сын есімдерсіз оқы. Сонда мәтін мазмұнында қандай өзгеріс болғанын айт. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғары температураға төзімді жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарын да ойластыру керек. Сын есімдер не үшін қажет екенін түсіндір. Мәтінді көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз. Қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт. Балалар, бұнда сын есімдерді алып тастап оқитын болсақ, онда мәтіннің ешқандай мән мағынасы болмайды. Алдымен мына сұрақтарға жауап беру үшін сын есімдер негізгі және туынды деп екіге бөлінеді. Соны түсіне кетейік. Негізгі сын есімдер, олар түбір сын есімдер, яғни бір ғана сөзден тұрады, түбір сөзден. Сары, таза, тәтті, терең деген сияқты. Ал туынды сын есімдер, олар жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер. Мысалы, көшпелі, оқымысты деген сөздерде түбірі көш. Көш деген сөзге пелі деген жұрнақ жалғанып өзгеріп тұр. Оқымысты деген сөзде түбірі оқы. Мысты деген жұрнақ жалғану арқылы оқымысты деген басқаша сын есім пайда болып тұр. Олай болса, бұл мәтіндегі сын есімдер қуатты, төзімді, сенімді. Бұлар туынды сын есімдер. Яғни жұрнақ түбірі қуат, төзім, сенім. Оларға д деген жұрнақ жалғанып тұр. Ал жоғары, жеңіл деген сын есімдер, олар негізгі сын есімдер. Оларға ешқандай жұрнақ жалғанып тұрған жоқ. 35-ші жаттығу. Берілген сын есімдерге сай келетін затты тап. Неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде. Бұнда қалың, ұзын, бұйра, қысқа деген сын есімдер беріліп тұр. Осыған қалың шаш, ұзын шаш, бұйра шаш, қысқа шаш. Ал кең, биік, жарық деген сөзге, сын есімдерге бөлме деген сөзді қостық. Олай болса, кең бөлме, биік бөлме, жарық бөлме. 36-шы жаттығу. Жұмбақты жатқа жаз, шешуін тап. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Бұнда жауабы күн. Сын есімдерді тап.
Бұнда сын есімдер үлкен және алтын деген сөздер. Бұлар негізгі сын есімдер. Шығармашылық үзіліс. Егер сен құрастырушы болсаң, қандай ұшақ түрін құрастырар едің? Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбында мәтін құрастырып көр. Салмағы, жылдамдығы, түсі, пайдасы. Салмағы 560 тонна, 200 тонна. Осыған қарап жұмбақ құрастырамыз. Мәтін құрастырамыз. Менің ұшағым өте әдемі. Оның салмағы 200 тонна, түсі ақ. Ол сағатына 700 километр жылдамдықпен жүреді. Ұшағымның пайдасы орасан зор. Уақытты тиімді пайдаланып, адамдарды тасиды. Балалар, мінекей сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.